Мәдениет ұлттық болмысымызды сақтап қалатын, әлемдік тарих сахнасында алар орнымызды айқындап беретін бірден бір құбылыс екені белгілі. Мәдениет қызметкерлері айналасын думанға бөле білетін сан қырлы талант иесі және жан дүниесі бай, нағыз өз ісінің майталман шебері ретінде өнерге берілген азаматтар. Сондықтан халыққа үздік мәдени қызмет көрсетіп жүрген мәдениет қызметкерлері әрдайым мақтан етуге лайықты жандар. Солардың бірі де бірегейі, мәдениет саласының үздігі төсбелгісінің иегері, мәдениет саласының майталманы, әнші Гүлбану Матығұлова. Матығұлова Гүлбану Қуантқанқызы 1970 жылы 9 қаңтар күні Қызылорда облысы Арал ауданы Қарақұм елді мекенінде дүниеге келген. Мәншүк Мәметова атындағы Қызылорда гуманитарлық колледжінде мәдени ағарту және халықтық көркем шығармашылығын ұйымдастыру мамандығы бойынша білім алған. 1990 жылдан бастап Арал аудандық мәдениет үйіне жұмысқа орналасып, филармония әншісі, Арал вокалды-инструменталды ансамблінің әншісі, нөмірі 4 автоклуб меңгерушісі, әдіскері қызметкерін атқарып, қазіргі таңда Арал аудандық мәдениет үйі жанындағы нөмірі 2 Асылмұра мәдени жылжымалы кешенінің меңгерушісі. Шаралар мен қойылымдардың сценарийлерін жазып, инсценировкалар жасап, абыройлы жұмыстар жасауда. Мәдениет саласында көптеген жетістіктерге ие болды. Атап айтар болсақ, 1995 жылы облыстық Роза Бағланова атындағы облыстық байқаудан 2 орын иеленсе, 1996 жылы Алматы қаласында өткізілген Қызылорда қаласының 10 күндігі республикалық декадасына қатысып, 1997 жылы Москва қаласында өткізілген 1-ші дүниежүзілік түркі тілдес халықтар достығы фестивалінің лауреат атанып, Қазақстаннан барған өнер ұжымының құрамында болып, Ресейдің Мәскеу, Саратов, Қазан, тағы басқа Ресейдің 20 қаласында өнер көрсетті. 2013 жылы 2013 жылдың үздік мәдениет қызметкері атанды. 2021 жылы республикалық үздік маман байқауынан 2 орын иеленіп, Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің құрмет грамотасымен марапатталды. 2023 жылы Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігінің мәдениет саласының үздігі төсбелгісімен марапатталды. Мәдениеттің өзекті бөлігі өнер дейтін болсақ, Гүлбану қоғамдағы өнер саласында қажеттілігі ерекше жандардың бірі. Ол айналасын думанға бөлетін сан қырлы өнер иесі. Аудандағы мәдени іс-шараларды ұйымдастыра жүріп, халық театрының актрисасы, спектакльдегі образын жан-жақты аша отырып, шынайы бейнелеп келеді. Домалақ ана, қара көз, жас жесір, соңғы парыз, абай, тағы басқа қойылымдарда ана, жеңге рөлдерімен қалың көрермен ыстық ықыласына бөленді. Сонымен қатар, көңілашар халықтық мәдени үгіт тобының, тамаша халықтық ойын-сауық отауының белді мүшесі сахнагер. Қазанғап атындағы халықтық ұлт аспаптар оркестрінің әншісі ретінде республикалық, облыстық шараларда өнер көрсетіп, көпшіліктің көңілінен шығып келеді. Ол жан-жақты ізденіспен жұмыс жасап келе жатқан өз ісінің маманы. Оның интермедиялар жазып, сахнагерлерді дайындау жасаған еңбектері де өз нәтижесін беріп, шәкірттері республикалық, облыстық байқауларда жүлделі орындар иеленуде. Гүлбану Матығұлова тәжірибелі ұйымдастырушы ғана емес, аяулы ана, адал жар, абзал ана, бүгінде берекесі ортаймаған отбасының ырысы мен құты. Отағасы Тастыбай екеуі 6 баланы тәрбиелеп өсіріп отырған берекелі шаңырақ. 2014 жылы Батыр ана күміс алқа иегері атанды. Гүлбану Матығұловаға кәсіби шығармашылық табыстар мен жаңа жетістіктер тілей отырып, рухы биік халықтың руханиятына қосар үлестеріңіз қомақты, әр еңбек күндеріңіз сәтті, шығармашылық жеңістерге толы болсын, мәдениет пен өнеріміз өркендей берсін. Алдағы уақытта да туған еліміздің мәдениеті мен өнерін өзгелерге дәріптеп, даңқын асқақтата берулеріңізге тілектеспіз. Әрқашанда өнердің ақ туын берік ұстап, халыққа қызмет жасайтынына зор сенімдіміз.